Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін менің кезекті де қызықты видеома қош келдіңіздер. Бүгін біз перекуптың бірінші бөлімін түсіретін боламыз. Так что видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңдер. Егер де менімен Black ойнағыларың келсе, Play Market'тен Black тартып алып, яғни Cheetah серверіне келіп, менімен бірге ойнауларыңа болады. Сөйтіп біз видеоның ең бірінші бөлімі болғандықтан, біз Ниско класстан алатын боламыз. Біздің балик 760 мың. Енді бір машина алуға тырысамыз. Егер неге Нискодан алып атсын, среднийдан алмайсың ба дегенде, видеоның басы болғандықтан, тағы да бір жағынан ақшамыз 1 миллионнан көп болса, среднийға жете баратын едік. Біз сол айнан енді қандай машиналар бар екен, соны қарап жүрміз. Ешқайсысының бағасын сұрап жатқан жоқпыз әзірше. Бәрі необычный машиналар. Достар, біз сол айнан мына машинаны скамит етіп алып кеткен болатынбыз. Бір балаға зазбен обменге тастадым да, 1 теңгеге осы машинаны алып кеттік. Енді ол бала қайттан біліп қоймау үшін мынаның светін ауыстырайық. Өзінің де светі онша емес тұрды. Енді қай свет қоятын білмей тұрмын. Жалпы көк түс қойсам бекен деп ойланып тұрмын. Бірақ қызылды қоя салайық. Мен жақында пам ашатын болсам, барлық машиналарды қызыл түске бояймын. Солайынан біз авторыныққа көзі ашып жұмғаша жеттік. Енді кім келеді екен көретін боламыз. Біз нерден көрсеңдер болады, дрифт қана бар. Нерден текстімізді жазып алайық. Тюник деп қоя салайық. Сөйтіп бір бала скок деді, бірден сөйтіп мен өзіміздің текстті жіберіп қойдым. Бұл қаншаға сұрайды екен? 600. Бірден go дей салайық, себебі бізде оңай келіп жатқан ақша. Енді машинамызды ашып қояйық, бұл отырғанын күтейік. Сөйтіп Selmaker командасын бірден жазып алайық. Сөйтсек, бұл балада выгрузить етілмеген екен машинасы, сөйтіп выгрузить ет деп жазайық. Енді бұл бала менен руль сұрады, енді рулін берейік, көріп алсын, не бар, не жоқ. Бірақ та бұны қанша сатсақ та плюста боламыз ғой. Тіпті біз госқа слит еткен жағдайда да. Енді бұл балаға выгрузить ет деп түсіндіре алмай жатырмыз, бұл түсінбей жатыр. Сөйтетті. Сәл машинамызды айдады. Біз жалпы айтып жатырмыз, машинаны выгрузить ет деп, бірақ ол түсінбей жатыр. Енді go 550 дейді, әрине біз не дейміз, ол басында 600-ге бер деді. Ол да енді бірден go дей салғандықтан арзанға беретін шығар деп тұрды. 580 деді, біз енді келісе салайық, бізде плюс қой бәрі. Енді көп уақыт болып кетті, сол үшін айтайық выгрузить ет деп. Бұл кидай деп қояды тағы да. Ақыры қанша уақыттан соң выгрузить етті. Сөйтіп біз жібердік. Бұл отменаны басады ғой. Енді бірақ қайттан жіберейік, бұл байқаусызда бас жерген шығар.
Қайтадан жібердік. Дәл осы сәтте паузаға кетіп қалады. Бірақ паузаға кетіп қайтадан кірді. Сөйтіп бірден 580 мыңға алды. Бізде балик 1.300.000. Енді тағы да бір машина көреміз. Бірақ казиноға да бір кеп қоямын, бір ұтып қалармын деп. Біз казинодан ұтылсақ та минусқа кірмейміз. Так что ақша жетеді. Сөйтіп бір көтеріп қалармыз деген оймен келдік. Ешкім тікпей жатыр. Бұл жерде негізі шитада казинода адам толып жүреді. Бір место табу қиын ғой. Бір адаммен тіктік, негізі ұту шансы көп екі адамның арасында. Еще мен удачам жетеді деп ойлаймын, себебі қанша уақыт казиноға келмедім, вин болмады. Негізі басынан бірден вин бермейді. Басында 1-2 ұтыласын, сосын беретін болады. Мына жерде бірден 240 мың ойнап жатыр екен, мен де тіге салайын. Енді ұтсақ та ұтылсақ та көрейік. Енді ұтамыз бекен, 5 адамда тікті. Біз аним онды 3 секундта жасап көрейік. Негізі аним дегенге сенбей-ақ қойыңдар достар, өздеріңді алдып жатырсыңдар. Мен әшейін видео қызық болсын деп анимді істеп жатырмын. Сол анимнің кесірінен ұтылып жатырмыз. Сөйтіп 100 мыңға тікші деп айтып көрейікші болған енді. 100 мың ставка тікші деп айтып жатырған. 100 мың тікті ол. Енді біз тіге салдық. 5 адамның бәрі ставка қойды. Сөйтіп анимді по приколу істей саламыз. Аним 3 секундта онды. Сол ойнан вин бермеді. Ал видео осымен аяқталды достар. Видео ұнаса лайк басып келіп кетіңдер. Сендермен бірге тезірек 1000 подписчикке жетіп алайық.